Армысыздар, бүгінгі құқықтық басқару жобасының сұхбаттар желісінде Мейірбек бауырымыз жалпы еліміздегі құқықтық сауаттылықты арттыру бағытында қазіргі таңда мынау офлайн, онлайн деген өмір бар. Бірақ көбінесе бізде онлайн платформалардағы құқықтық жалпы жауапкершілікті кейде ұмытып жатамыз азаматтар. Бұл енді елімізге енді келіп жатқан салалар ғой. Көптеген мынау құқықтық ақпараттар берілгенмен, бірақ азаматтар көбіне осы онлайн өмірде құқық бұзушылыққа бой беріп жатады. Әртүрлі кейстер көп. Мысалы жалған ақпарат тарату, бір-біріне жаңағындай әртүрлі жаман сөздер айтып, тіпті жаңағы бәрімізге мәлім мынау 174-ші бап деген бар, ұлтаралық деген, алауыздыққа келіп жатқан. Соның бәрі жалпы құқықтық жалпы жауапкершіліктің төмендігі. Ал жауапкершілік жалпы жаңағы құқықтық сауаттылықтың төмендігінің белгісі. Сол себепті сізге эфирге келгеніңізге рахмет. Енді осынадан бастайық. Жалпы өзіңіз қазіргі онлайн өмірдегі құқықтық сауаттылыққа ойыңыз қандай баға бересіз? Жалпы бүгін енді цифрлық әлемі жаһандық деңгейде үлкен мәселе ғой, барлығымызға бұл мүмкіндік береді, әлеуметтік деңгейде мысалы өзіңді білдіруге, ойыңды білдіруге, пікір жасауға үлкен мүмкіндік береді, яғни саяси тұрғыда да өсуге, бірақ оның қасында онымен қатар жауапкершілігі жетті. Жаңа өзіңіз айтып отырсыз 74-ші бап деп. Бұл бірінші өзіңіздің жауапкершілігіміз. Осы цифрлық мүмкіндіктерді біз қалай пайдаланамыз, не үшін пайдаланамыз? Біреулер сауаттылықта, дұрыс пайдаланып, біреулер білмей, болмаса біліп, қателіктерге жол береді. Екінші мәселе бұл енді көбіне қоғамды жаңағы қоғамдағы ең басты мәселе бұл алаяқтардан зардап шегу мәселесі ғой. Көп адамдар қазір мысалы статистиканы қарасам, бір жерде естідім, 80%-ға жуық адам осы интернет алаяқтардан зардап шеккен. Үлкен сомаларға зардап шеккен. Зардап шеккендерді 80% шығар мүмкін. Зардап шеккендердің 80%. Алаяқтарға сондай зардап шегіп, ақшаларын беріп қойып, болмаса деректерінен айырылып қалып, сондай бір жағдайға келіп отыр. Бұл әлемдегі мәселе, әлемде бұл мәселе енді үлкен бір талқылау үстінде. Сол себепті Қазақстан бөлек емес, Қазақстанда цифрлық енді технологиялар өте жақсы кірді, өзіңіз білесіз, халықаралық рейтингке сәйкес біз алдыңғы орындамыз, бірақ бұның да кемшіліктері бар, осындай қауіптері бар, тәуекелдері бар. Соның ішінде мысалы енді бұл басты идеологиялық жұмысау деп ойлаймын. Барлығымыз көп алаяқтарға кім жем болады? Оңай өмір іздейтін адамдар, оңай өмір іздеп, мысалға курстар сатып алып, болмаса бір алаяқтарға жол беріп, сондай жерлерге ұшырайтын адамдар көбінесе сол енді. Сол себепті бастысы енді мұнда бір ақпараттандыру жұмысын жүргізу керек, адамдар көп жиналатын жерде халыққа қызмет көрсету орталықтары болсын, министрліктер болсын, адамдар жиналатын жерде осындай ақпараттарды көп тарату керек. Жақсы бір киноға шығып жатыр, мошенники деген сияқты кинолар, жаңағы адамның сауаттылығын көрсететін. Бүгінгі күні біз енді цифрлық форматқа өткеннен кейін бұл баяғыда енді кілтімізді сақтайтын замандар болды ғой. Заман өзгерді, енді қазір де бар ғой, бірақ интернет кодымызды бере саламыз ғой. Көбісі өздерінің электрондық цифрлық қолтаңбасын да беріп қоятын адамдар да мысалы бар шығар, Соғы кірпішке кілтті қойып кеткен сияқты. Сол себепті бұл мәселе енді қалай сен бұрын айтады ғой, Вейбер айтқан ғой, мемлекеттік қызметші қалай неге зданияға кірді, сол уақыттан бастап оның мемлекеттік қызметтегі жауапкершілігі басталады, ол өзінің туыстарын ұмытады, өзінің мүдделерін барлығын ұмытып, тек қана қызмет жасау мәселесімен айналысады. Сол сияқты цифрлық жұмысқа келдік па, шықтық па, телефон алдық па, бұл мәселені ең бастысы басқа жауапкершілік мәселесі. Ол өзінің бейтаныс адамдар телефон шалса күмән тудыру, сіз алдыңызда мен естіген айтқан сыни көзбен қарау, критический мышление, сыни көзбен қарап,
әрбір күмән тудыратын нөмірлерге жауап бермей, телефон шалса, демей бірінші тыңдап көру, я жоқ деп жауап бермеу, содан кейін мынау фишинг дейді ғой, әлеуметтік инженерия дейді, жай тілмен айтқанда сізге жаңағы смс жіберіп, сіздің сол сілтеме арқылы өтсеңіз, сіздің жаңағы ақпараттарыңызды алып алады. Өздеріңіз деректеріңізде не болу, мысалы жауапкершілікпен қарау. Қазір мысалы Еговта жақсы бір Номадгарс деген не шықты, яғни бұл технологиялардың бізге жасап отырған мүмкіндігі, сіз өзіңіз деректеріңізді қанша рет мысалы шетке кетіп қалғанын көре аласыз. Сіз алдағы сұраққа қазір өтіп кеттіңіз. Мен жаңа бір айтып кеттіңіз, қазіргі таңда құқықтық сауаттылықты арттыру үшін жаңағы әртүрлі ақпараттық науқан жүргізу керек, ол жүріп жатыр қазіргі таңда. Барлық мемлекеттік мекемелер өздерінің сайттарында неше түрлі ақпарат беріп жатыр, кейбір полиция деген бөлім неше түрлі ашылып жатыр. Бірақ бәр мәселе бар ғой. Осының себептері, проблемасы неде? Мүмкін халықтың өзінде шығар, қалай ойлайсыз? Енді бұл жаңадан келіп жатыр ғой. Технологияларға біз жаңадан өтіп, адамдар көбісі әлі, енді қазір айтады ғой, біз қазақта бір жақсы сөз бар, өзіңнің жаңағы басыңнан өткен кезде ғана сен түсіне аласың, туысың, жақының ғана өткен кезде сен түсінді, ойбай, олай істемеу керек екен деп. Бірақ бір жағынан енді технологияларын жабылып кете алмаймыз ғой. Мен өзім де білем, мынау өткен бір нелер, науқандар жүріп жатыр, оны көріп жатыр. Бірақ оны уақыт керек. Адамдар оны түсіну үшін, осындай бір қауіп төніп тұрғанын көру үшін, біріншіден, әрине, енді бұл сатыға өту үшін әлде уақыт керек. Өйткені ақпарат көп, сосын ақпарат көп болғанымен бізде не де көп та, ақпараттың көптігімен біз жаңағы ол сатыға жаңағы осознанность дейді ғой, соны бір түсіну сатысына өту үшін бізге уақыт керек. Ол ақпараттың бірталай жаңағы бүкіл жерде болып, оны насихаттайтын адамдар керек, оны мысалы науқандарда мысалы тек қана енді телевизор ешкім қарап отырмайды, қазір бәрі телефонда, телефонда мысалы сізге жаңағы Еговтан болсын, осы ақпараттар келіп отырып, өздеріңіз жаңағы жауапкершілікпен деректерге, яғни әрбір адам, кез келген адам өзінің деректері жауапкершілікпен қарайтын бір сатыға өту керекпіз. Бүгінгі күні мынау заң шығып отыр ғой, қазір өзінің банктік деректеріңізді жіберуге болмайды деген, яғни сіз бұл да қылмыс ретінде қарастырылатын болатын, енді тіпті жаңағы электронды таңбалы. Электронды таңбалы беруге болмайды. Мысалы, көптеген компанияларда, мысалы, келген кезде, жұмыс жасаған кезде, адамды, мысалы, онбординг дейді ғой, сол жерге өткізіп, міндетті түрде цифрлық жауапкершілік, цифрлық дәуірде жұмыс істеу, цифрлық платформаларды жұмыс істеу жауапкершілігін түсіндіретін сондай бір гайдтар болу керек. Екінші, адамға, мысалы, бейтаныс нөмірден звондаса, бейтаныс сілтемелер түссе, болмаса, дәл сол жағдайға түскен кезде не істейтін жаңағы гайд дейді ғой, инструкция болу керек та. Жаңағы сіздің ең бірінші 1, 2, 3 деп айтатындай жаңағы қадамдарыңыз жазылу керек. Адам эмоцияға берілмей тезірек жасайтын нәрселерін жасап тастау керек. Ол жаңағы бірінші не істеу керек? Тезірек өзінің жаңағы WhatsApp-қа мысалы, кейде менде өзімде жеке болды, WhatsApp-ны таңертең тұрсам, WhatsApp-ым жоқ. Сосын WhatsApp-ты уже бір алып кеткен. Ол жаңағы бірнеше рет бұлар тырысқан ғой, маған SMS келгенде мен болған сілтеме арқылы өткен жоқ. Бірақ адам мұндай жағдайда не істеу керек? Өзіне жаңағы 2 факторлық идентификат жасау керек. Әр уақытта мына WhatsApp мен Telegram болсын, неше приложенияда тұр екен, мысалы, өйткені ол менің бір танысым айтқан, бір кірсем дейді да, 6 приложенияда тұр дейді да, ол менің аккаунттарым емес, бір қосылып алған ғой. Сөйтіп отырып, оның атынан жаңағы ақпарат жазып кетіп, сосын қазір жасанды интеллект келіп жатыр, мысалы, жасанды интеллект технологиясы ол шексіз технология деп айтуға болады. Қазіргі уақытта адамның бейнесі салып, мысалы, сіздің бейнесі салып, сіздің атыңыздан видео жіберіп, біреуден ақша сұрауға болады. Ол енді жүріп жатыр ғой біздің өмірімізде. Сол себепті одан да нету керек, сескену барлығы, яғни мына жаңа учаскелік бізде инспекторлар бар ғой, олар да жүріп жаңағы осы мәселелерді айту. Өйткені ақпарат бүгін көп қылмыс сыртта болып жатқан жоқ, көп қылмыс сол алаңда болып жатыр. Сол алаңда жаңағы біздің деректерімізді қолданып онлайн алаңда өтіп жатыр. Жақсы. Жалпы біз құқықтық сауаттылықта жалпы айтып келе жатырмыз, көптеген спикерлермен сұхбаттастық. Жалпы құқықтық сауаттылық дегенде көбісі енді халықтың арасында
құқық дегенде жалпы менің еркіндігім деген сияқты қабылдайды. Иә, соның жағына ойлаймын. Ал құқықтың артында әрдайым жауапкершілік те бір жүреді. Иә, осы салада көп осы мәселеден бастап енгізу керек шығар. Енді жеке азамат енді жауапкершілігін біз әділетті мемлекет құру жолындамыз, иә. Ол үшін бірінші кезекте әділетті мемлекет құру үшін бірінші азаматтар өздері құқықты толыққанды енді анау заңгер болып шықпаса да бір базалық деңгейде өзінің құқықтың білетіні болу керек. Енді қаласақ та қаламасақ та қазіргі таңда онлайн өміріміздегі жауапкершілік әркім өзі міндетті жауапты болу үшін, иә, жаңағы сіз айтып кеткен жеке мәліметтеріне басқа деген сияқты. Енді қазіргі таңда осы бағытта азаматтарға мемлекет тарапынан не жасалған, осы қандай не айта аласыз, қандай дүниелер жасалып жатыр? Мысалы, Еговты айтып қалдыңыз, жаңағы әлемдік кеңістікте біз әлемдік ондыққа кіреміз деген сияқты. Басқа қандай қолжетімді дүниелер бар жалпы осы онлайн өмірдегі өзінің жауапкершілігін, цифрлық мәдениетін арттыруда. Енді мына қазір мен өзім көріп отырмын да, цифрлық жанұя деген бір жобалар шығып жатыр, иә, мысалы Қазақстан Республикасы депутаттарымен, жаңағы мемлекеттік техникалық қызмет бар ішіндегі жаңағы IT саласындағы министрліктер бар, иә. Солар жаңағы форум өткізеді, түсіндіреді. Екінші бұл технологиялар жаңағы мен айттым Nomad Guards деген, иә. Еговтан өзіңіздің біріншіден деректеріңізді тексере аласыз. Қанша рет жүйеге кетіп қалған, заңсыз кетіп қалған кездерін, иә. Үшінші бұл өздеріңіз деректеріңізді мына Еговтан технологиялардың мүмкіндігі біреумен банктермен қолдануын тоқтату, иә. Алдында. Сосын өзіңізден жаңағы кредит алмау шектеп қою. Шектеу қойып қоясыз. Егов мобайлдағы не айтып отырсыз ғой. Жалпы енді барлығы сол өзіміз ғой, жауапкершілік. Сол себепті технологиялар бізге тек мүмкіндіктерді береді ғой. Мүмкіндіктер беріп, біздің мүмкіндіктеріміздің жаңағы шексіз жаңағы дамуымызға мүмкіндік береді, иә. Бірақ сіз дұрыс айтып отырсыз, көп жағдайда адам құқық деген мәселені өзінің еркіндігін деп қарайды да. Ал сенің құқығын ол жаңағы айтады ғой, сен біреуге қиямет жасама, біреуге зиян жасама, иә, зияндық келтірме. Яғни әлеуметтік желіде өзінің жаңағы қалай айтсам, жауапкершілікпен қарап, өзің шекараңды біліп, сенің білегің, иығың біреуге тиіп кетпесін, соны қарау керексің да. Өйткені әрине біз қалай айтсам, көп мемлекеттер бізге қызығуда, иә. Біз мысалы осындай бір қазір әлемде мындай жағдайлар болып жатқан кезде біз тұтастығымызды сақтап қалып, иә, бейбіт өмірді сақтап қалу керекпіз. Біздің жаңағы балалар өмір сүретін жер, иә. Бұл жерде біз барлығымыз ұлтқа, дінге қарамай бәріміз бір-бірімізбен тату өмір сүру керекпіз. Осы мемлекетімізді ұстап қалу керекпіз да. Тек қана оны ұстап қалмай, тек қана оны даму жағына қарай итермелеу керекпіз, иә. Сол себепті ол бір. Екінші, енді жаңағы платформалар деп отырсыздар, қазіргі құқық бұзушылық енді онлайн болса, енді көшеде мысалы мынау жол апаттар болмас үшін, иә, енді профилактиканың бірі ол технологиялар арқылы, мысалы мен көріп отырмын, мынау Яндекс, Тугис карталарында мысалы жүргізушілерге жол апаты көбірек болатын жерлерді мысалы ақпарат ретінде сізге жаңағы автоматты түрде айтып отырады, иә. Сіз мұндай жаңағы жолға жақындап қалдыңыз деп. Бұдан өте енді қазір енді әрине бұл маңызды мәселе, светофорлармен жаңағы бағдаршамдармен интеграция жасап, оларды да жаңағы енді көбісі біз түсінеміз, иә, көбісі картаға қарап отырады, я болмаса кейде енді заман талабы солай болды. Көбісі TikTok, я болмаса YouTube қарап отырады да, сол уақытта осы технологиялар бізді мысалы бағдаршам жанды, я болмаса 20 секундтың бар деген сияқты осылай айтып отыру керек та. Ол да бір жаңағы профилактиканың түрі, иә. Сосын жаңағы сізге жаңағы құқық бұзбаңыз деген сияқты ақпаратты беріп тұрса, ол да бір біздің енді цифрлық технологиялар не береді бізге? Үлкен ақпараттар мен деректерді шексіз береді да. Сол себепті біз жаңағы қалай айтсам екен, ақпараттан тойынып жүрген адамыз ғой. Қарамай кейде тыңдамаймыз. Сол себепті майданы қазір айтып отыру керек, бөлісіп отыру керек. Қандай мүмкіндік бар, қандай технология бар, соған дауыстық технологиялар туралы кірдім ба, халықтық қызмет көрсету орталығы кірдім ба, сізде үлкен бір жаңағы нелер болу керек та, ақпараттандыру науқандар болу, сіз мұндай нәрсеге бармаңыздар, былай істемеңіздер деп. Сосын менің ойымша енді мынау бәріміз қазір көбісі блогер болғысы келеді, иә.
жастар. Сөйлегіш болғысы келеді. Өмірді ол да дұрыс, өйткені енді Қажеттілік қой енді. креативтік өмірге, креативтік экономикаға өтіп жатырмыз. Бірақ сондай нәрселерде кейде болады ғой, мынау адамдар эмоцияға беріліп кетеді. Көп нәрсені керек емес нәрселерді айтып қалуы мүмкін. Біреуге тиетін нәрселер, жаңағы біреудің ашуын қоздыратын нәрселерді айтып қалуы мүмкін, Сол себепті мұнда өте сондай бір жауапкершілікпен жүретіндей сондай бір мүмкін курстар шығару керек шығар, мысалы адамдарға көбінесе осындай нәрселерді айтып түсіндіріп, өткен жастарға деген біріншіден енді әрине біздің қазақшылығымыз бар, өзіміз дәстүрлеріміз бар. Осындай мәселелер біздің өмір бойы біз қалай айтсам екен, тату болып, қонақжай болып жүрген халықпыз ғой. Әр уақытта қанша халық болды, бізге бәріне көмектесуге тырысамыз, қандай жағдай болса да, бәріне біз сондай мейірман болып жүрген халық. Сол себепті осынан бір тайынбау керек та, осындай бір мәселелерді айтып, мүмкін сол уәкілдіктермен, мысалы Facebook болсын, Instagram болсын, жалпы осы қазіргі заманауи құралдарды біз пайдалы жағына тиімді қолдана білуіміз керек. Беке, сіз қазіргі таңда Астана қаласының қоғамдық кеңесінің мүшесісіз. Қателеспесем, осы шақырылымда мүше болдыңыз, жалпы қоғамдық кеңеске не мақсатта бардыңыз және қазіргі таңда не істей алып жүрсіз? Енді өзім цифрлық даму, инновациялар бойынша өзім сарапшы болғасын, мемлекеттік басқару жүйесіндегі сарапшы болғасын, өзім сол салада келдіңіз бе? Мемлекеттік қызметте. Сол салада жүріп, сол саладан келгеннен кейін және IT секторында болғаннан кейін көбінесе мынау смарт сити дейді, ақылды қалалар, инновациялар және де IT технологияларының қалай осы біздің қаламыздың жаңғыртылуына, дамуына және кез келген мынау бастамаларды қолдауға тырысамын. Сол өзімнің жалпы миссиям деп ойлаймын да, кезінде мемлекеттік қызметке өткенде де солай болды, қазір де солай, жалпы енді қызмет ету қалып. Өте керемет. Жалпы қоғамдық кеңес енді халықтың арасында өзінің әлеуметтік сауалнама жасаған жоқпын, қаншалықты танымал екен. Бірақ енді бұл да бір азаматтық қоғамның бір дамуына әсер ете алатын бір институттардың бірі, Енді сіз сол қоғамдық кеңестің именно цифрландыру мәселесіндегі мүшесі, өйткені әртүрлі саланың азаматтары көп. Мынандай бір кейс айтайыншы сізге. Америкада есімін дәл қазір ұмытып тұрмын, бір азамат әйгілі ол туралы кино түсірілген хакер болған, тіпті Пентагонға дейін шабуыл жасаған. Мүмкін есіңізге түсер. Банктерді жаңа тонаған неткен, және ең соңында ол ұсталынған кезде, сонда осының бәрі не үшін жасаған деп нетсе, жаңа сұраққа, енді қазақша жай ермек үшін деген. Енді ойлаңыз, Америкада қауіпсіздік шарасы мықты деп ойлаймын, уже болмаса да, цифровизацияға, бірақ осындай жағдайларға тап болған. Енді оның қасында біздің еліміз, енді тай-тай басып жатқан еліміз осы цифрландырудан, мен ойымша, қауіпсіздік мәселесінде әлі де біраз даму керек. Енді осы халыққа цифрлық қазіргі таңда мәдениеттің түр-түрі көп қой. Соны бірі қазір енгізіп жатқан цифрлық гигиена деген бір, цифрлық мәдениет дейді. Сол жағынан өзіңіз азамат ретінде, маман ретінде халыққа осы құқықтық сауаттылығын арттыруда қандай кеңес бересіз, және қадам-қадам өзіңіз не жасай аласыз, соны халыққа да айтсаңыз. Жалпы енді бірталайын жаңа басында айтып қалдым, ол енді мына өзіміздің жеке деректерімізді ешкімге бермеу, бөліспеу, сілтемелер арқылы өтпеу, бұл енді базалық жаңа гигиена. WhatsAppқа келген SMS-тер келеді кейде, солар әйелі жіберсе де, кім жіберсе де. Әйелі жіберсе енді қазір мұндай бар ғой. WhatsApp-ты сындырып кіреді, телефоныңызды алады да, маған 350 мың тез салып жіберші дейді. Сол уақытта немесе ссылка жіберіп сол уақытта енді әрбір адам өзінің жаңағы қаншалықты біз енді мұндай жоғарғы скоростьтегі айтқан жаңағы қоғамымыз ғой, қазіргі уақытта бір нәрсені тексеріп сыни көзбен қарау бізде енді уақытымыз жоқ. Тем более әйелім осы күйеуім жіберсе қарай саласың. Сіз енді өзіңізді әйеліңізді жақсы білесіз, мысалы, онда не жібереді, не жібермейтінін білесіз ғой, мысалы. Бұл ең басты мәселе жаңағы. Тоқтап қарау, бұл не екен, Екіншіден, видео немен қоңырау шалып қарау.
тексеру, дауысын тыңдау. Мгм. Кейде дауысын біліп алады, бірақ видеода Дауысты да жасайды ғой. дауысты жасайды, бірақ Иә, иә. видеода сіз видеомен звондайсыз ғой. Мгм. Егер ол видео голограмманы жасап алса, Аха. қимылдатшы деп айтасыз, Иә, камерадан, иә, сол иә. кезде голограмма екені көрінеді. Аха. Бұл да бір жаңағы енді соның өту жолдары. Дегенмен Қорғанудың иә, жолдары. қорғану жол. Дегенмен енді цифрлық дәуірге өткеннен кейін бұндай қауіптер өсе береді. Мгм. Сен қанша қоршау қойсаң да қоршауыңды бұзатын хакерлер, я Иә, болмаса иә. нелер, олар да үлкейе береді. Сол Олар дами береді ғой. иә, мүмкіндік болса, мына екі факторлы жаңағы аутентификация жасап алу өте маңызды. Осыны қарапайым тілде жібересіз. Бұл мысалы WhatsApp'та сізде бірінші неден кіресіз, жаңағы парольмен кіресіз, иә, болмаса бетіңізді жаңағы не жасап аутентификация жасап кіресіз. Екінші сол жерде тағы код келетіндей қылып жасайсыз. Болды. Ол код бір айда бір рет сізді тексеріп тұрады, кодыңызды жазыңыз деп болды. Ешкім оны келмейді. Егер басқа біреу сізден алып кетсе де, ол жай WhatsApp'тың несін алып кеткенмен де одан регистрацияны өте алмайды. Мгм. Өткеннен кейін сізге смс жібереді, оған мүмкін ол смс-ті жаңа алып алады, жаңа WhatsApp-тан, бірақ кіре алмайды, өйткені ол жерде екі факторлы жаңа уже код қойып қойған болсаңыз, ол өте кодты өзіңіз білесіз. Кодтардың барлығын өздеріңіздер жаңағы жазып алатын, Кодты бермеу керек. жазып алу керек өзіңізге, иә, телефонда нетпеу керек. Сосын жаңағы көбісі енді үлкен, кішкентай 1, 2, 3, 4, 5 деп жазады, Иә, болмаса туған жылын жазады, ол оңай. Сізді любой алгоритм тұрып алып 2-3 минутта команда беріп қойсаң, 2-3 минутта сіз туралы деректерді білетін хакер. Туған күнін, айын деген сияқты. Просто жаңағы бірнеше рет жаңағы нұсқаларын жасайды, содан кейін сіздің неңізді шығара қояды, болды. Ол өте оңай нәрсе. Сол себепті мұнда өте сондай бір жауапкершілікпен қарап, асықпай парольдарды жасап алған дұрыс. Енді мына жаңағы айтқан банктік нелерге, жаңағы кредитке шектеу қойып тастау мәселелерін пысықтап алу керек. Егов мобайл. Иә, Егов мобайларға қолжетімді, бәрін жасалып жатыр. Содан кейін әрине интернетте бүгін ақпарат көп, оларды қарап, жаңағы оқып, осы қалай өзіңізді сақтап қалу мүмкіндігі. Сосын телефонда автоматты түрде бейтаныс нөмірлерге шектеу қоятын бағдарламалар бар. Оларды қосып алуға болады. Ол кез келген компанияларда бар. Мысалы Яндексте де бар, бізде бар. Сіз қостырып аласыз, содан кейін сізге сіз өз базалардан іздейді, сондай бір күмән тудырған нөмірлерді сізден жаңа өткізбейді сізге. Бұл жақсы технологиялардың бірі, автоопределитель номеров дейді. Сонымен өзіңізді сақтап қалу мүмкін. Жалпы енді мына ЭЦП дейді, оларды бермеу керек біреуге, енді көбісі енді қазіргі уақытта енді көбі зардап шегетін үлкен кісілер ғой. Иә. Жаңағы мен естуім бойынша алаяқтар звондаған кезде ойбай деп жаңағы енді олар баяғыда енді жаңағы үкімет десе қорқып жаңағы формамен адам звондаса айтқан істеп сол жүгіріп барады. Сол енді көп сол аудиторияға бағыттап менің ойымша бір сторителлинг жасаса, адамдарға түсіндіріп Шаңырақта, отбасында, тіпті қазақтың бас қосатын тойханаларда мен ойымша тамадаларды осыны айтылса артық етпейді. Артық етпейді, өйткені мүмкін күлкілі шығар, енді күлкілі шығар, бірақ кринж болсын, күлкілі болайық, бірақ әйтеуір адамдар зардап шекпесін. Жақсы. Беке, көп рахмет. Жалпы елімізде құқықтық сауаттылықты арттыруға қатысты заң мен тәртіп қағидасы қабылданған болатын. Соның аясында көптеген игі шаралар жасалып жатыр. Соның аясында біз шамамыз келгенше халықты осы құқықтық сауаттылығын арттыру бағытында осындай эфирлер жасап отырмыз. Сізге осындай эфирге сұхбат бергеніңіз үшін рахмет. Еңбегіңіз жана берсін.